Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін осындай вулкан пирогын дайындайтын боламыз. Өте ерекше, өте дәмді және әдемі, дастарханға да әдемі көрінетін дәмді пирог. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Кез келген адамның қолынан пісіру келеді, жасау жолы да оңай, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен осындай газға қоюға болатын ыдысқа жұмыртқаны салып, венчикпен араластырып аламыз. Оның үстіне шекер саламыз, тағы да араластырамыз. Жылы сүт құямыз. Міндетті түрде жылы болу керек, салқын сүт болмайды. Ендігі кезекте крахмал, кукуруз крахмалын салып араластырамыз. Оны емес, крахмал салған дұрыс. Енді осыны газға баяу отта қойып, міндетті түрде араластырып тұру керек. Осындай қою шыққанша араластырамыз. Қоюланған кезде үстіне сары майды салып, ерігенше араластырып, осындай пищевой пленканы жабамыз. Пищевой пленка міндетті түрде бетіне тиіп тұру керек. Енді ол суығанша біз тестамызды дайындаймыз, коржды дайындаймыз. Ол үшін таза ыдысқа 4 жұмыртқа, шекер салып, миксермен немесе венчикпен араластырамыз. Оның үстіне сұйық май құямыз және сүт құямыз. Сүт бұл жерде қандай температурада болса да бола береді. Енді жақсылап араластырамыз. Сухой ингредиенттерді, ұн, какао, разрыхлительді елекке салып, електен өткізіп отырып, жұмыртқалы массамызға саламыз. Бірденен салмаймыз. Бірденен салатын болсақ, пирогымыз көтерілмей қалады. Сол себепті бөліп саламыз. Жақсылап миксерлейміз, ешқандай түйіршік қалмау керек. Описание бөліміне ингредиенттердің барлығын жазып кетемін. Описание бөліміне кіріп, сілтемелерді басып, мендегі неше түрлі торттардың, тағамдардың рецептерін көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Барлығын жақсылап миксерлеп болдық. Осындай шамалы қоюлау болып шығады теста. Енді осы тестаны ыдысқа, табамызға фольга немесе пергамент төсеп, жақсылап саламыз. Алдында дайындап қойған заварной кремді де осының тура ортасына ғана осылай бірінің үстінен бірін қасықпен салып отырамыз. Кремді тегістемейміз. Вулкан пирогы болғандықтан беті осындай болу керек. Қызып тұрған пешке 180 градуста 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті. Енді бетін өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен шоколадты осылай целлофановый пакетикке салып, ыстық су құйып ерітіп алдым да, шет-шетіне шоколадты осылай жағып әсемдеуді жөн көрдім. Және үстіне сахарный пудраны да септім. Өте әдемі және дәмді болып шығады. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл пирогтың ерекшелігі ерекше дайындалады. Міне кесіп көрсетіп жатырмын. Ортасындағы кремі осылай ағып тұру керек. Өйткені бұл пирогымыз біздің вулкан пирогы. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, төмендегі поделиться батырмасын басып, WhatsApp желісіне таратып қоюларыңызды сұраймын.
сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.